Қане балалар, жаңа тақырып өтеміз. Анна, сен неге жылап жатсың? Апай, маған сыныптағы басқа балалар тиісіп жатыр. Я, апай, осы сыныптағы балалар тиісіп жүр. Кім тиісіп жүр анаға? Неге жаңадан келген қызды ренжітесіңдер? Апай, жала жауып жатыр ол. Апай, біз тиіскен жоқпыз оған. Я, апай, біз тиіскен жоқпыз. Жоқ, ол ona неге жылайды, сендер тиіспесеңдер? Апай, ол қызға мына төртеуміз тиістік. Міне, сендердің достарың мойындап жатыр. Апай, Анна, кешіріңіздер, екіншіде тиіспейміз. Қане, қалғандарында кешірім сұрайсыңдар. Апай, мен ешкімнен ешқандай кешірім сұрамаймын. Сұрайсыңдар, әйтпесе екі қоям. Жарайды апай, кешір Анна. Ал қалған екі қыз сұрамайсыңдар ма кешірім? Кешір, очкарик. Мен де сенімен келсем. Кешір, очкарик. Не айтып тұрсыңдар сендер, ұялмайсыңдар ма? Сен неге бізді сатып кеттің? Я келсем какой-то бір қыз үшін. Мен ешкім сатқан жоқпын. Онда неге айттың біз жасадық деп? Ой, очкарик кепті. Мазақтамаңдаршы мені. Мен сендерге не істедім? Ой, істемегенді сен істедің ғой бізге. Мұнда кел. Сенің кесірінен біз тәтеден ұрыс естідік. Егер бұл қайталанатын болса, онда біз сені ұрамыз. Түсіндің ба, очкарик? Мен сендерге ештеңе істемедім ғой. Жай ғана сабақты 5-ке оқығаным үшін кінәлімін бе? Жоқ, сен біздің сыныпта позор етесің. Қоңырау болды, біз кеттік, сенің кесірінен мұғаліммен ұрыс еститін жайымыз жоқ. Түсіндің бе? Мен неге көшіп келдім бұл сыныпқа? Апай, не өтеміз? Так, очкарик, сен біздің сыныптан кете алмайсың. Мынаны очкарикқа берші. Мынаны очкарикқа берші. Мынау саған, очкарик. Не деп жазған? Очкарик, сен біздің сыныптан кете алмайсың. Бұл сыныптан көшіп кетпесе, маған күн бермейді ғой. Балалар, қазір тақтаға шығады. Анна, шық. Не, мен ба? Не жазып жатырмыз? Апай, біз не өтіп жатқанымызды түсінбей қалдым. Неге түсінбейсің? Сен түсініп отыратын оқушы едің ғой? Апай, мен басқа жаққа қарап отырдым. Неге қарап отырасың? Бар орныңа отыр. 2. Ха-ха, 2 алды. Позор, сабап. Ха-ха, очкарик. Ма, қойыңдаршы. Апай, мен дәріханаға шығып келсем бола ма? Бар. Неге бар, мен мазақтай береді. Соның кесірінен 2 алдым. Оған мен де ұрыс естідім. Мені бар очки таққан үшін очкарик дейді. Может, көзімді емдетермін? Ол үшін ақша қажет. Мүмкін мен емтиханнан ақша табармын. Емтиханның дайын жауаптарын сатамын. Солай жасағаным дұрыс сияқты. Әйтпесе бар мені мазақтайды. Ой, очкарик кетіп бара жатыр. Ана, тағы мазақтады. Мен шынымен де емтиханның жауаптарын сатып, ақша тауып, көзімді емдетемін. Сен үйіңе қайтпайсың ба? Ой, кеттім. Кешіріңіз. Анна түні бойы басқа адамдардың емтихандарының жауаптарын жазып, ақша тауып бастады. Біраз ақша таптым. Көзімнің дәрісіне жететін шығар. Қазір барам да көзімнің дәрісін сатып алам. Ой, наконец-то сатып алдым ғой. Көзіме тамызайын. Көзім нормально көріп тұр. Очки тақпай-ақ қоям. Но мұрнымда ғой. Ал тағы ақша жинадым. Енді осыған мұрныма операция жасатам.
Анна операция жатқаннан кейін оның мұрны әдемі болды және де оның сыныптастары мазақтамады.